Қайырлы күн баршаңызға. Сіздермен бүгін керемет осындай банофи пай пирогының рецептімен бөліскім келіп отыр. Каналыма тіркеліп жазылуды ұмытпаңыздар. Ең әуелі ұнымызға сахарный пудра немесе сахарды араластырып аламыз. Артынан маргаринімізді алып, осылай терканың көмегімен өткізіп, песочный тесто жасайтын боламыз. Тестіміздің бірігуі үшін жұмыртқаның, 2 дана жұмыртқаның сарысын салып, тестімізді дайындайтын боламыз. Неге тестіміз біздің уже дайын. Енді арнайы осындай пирогтарға арналған формаңызды алып, соған жайып шығыңыз тестіңізді. Жан-жағын бортиктарын жасаңыздар. Осылай мен тәрізді вилканың, қасықтың көмегімен әдемілеп жасасаңыздар болады. Тез піседі қыздар, қарап отырыңыздар, 10-15 минутта осылай дайын болады. Сәл ғана румяный болып қызарса болды. Салмасын жасайық. Вареный сгущенканы алып жағып шығамыз. Артынан мен тәрізді осылай бананыңызды алып, турап, кезекпе-кезек қойып шығыңыздар. Дәл видеодағыдай қылып жасасаңыздар болады. Артынан сливкімізді алып, сахарный пудрамен взбивать етіп, осындай крем жасап, осылай қойып шығасыздар. Ең соңында осылай какаомен посыпка жасайтын боласыздар. Дәмі өте ерекше болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менімен бірге болғандарыңызға көп рахмет. Каналыма тіркеліп жазылуды ұмытпаңыздар.